Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Айсара. Бүгін біз English Grammar in News кітабының авторы Реймонд Мurphy Б1, Б2 деңгейіне арналған грамматикалық кітабының бірінші юнитін бастаймыз. Тақырып Present Continuous'ке арналған. Сонымен Present Continuous дегеніміз не? Бұл тақырыпты біз алдыңғы Красна Мurphy'да Essential Grammar in News кітабінде қарастырған болатынбыз. Бүгін сол тақырыпты кеңінен қарастырамыз. Мысалы, мына картинаға назар аударайық. Әйел адам көлік айдап кетіп бара жатыр, иә? Sarah is in her car. Сара көлігінде. She is on her way to work. Ол жұмысқа бара жатқан жолында, иә? She is driving to work. Ол жұмысқа көлік айдап бара жатыр. Міне, бұл сөйлем бізде present continuous'та құрастырылған. She is қысқарған нұсқасы she's driving to work. Яғни ол көлікті қазір айдап бара жатыр. Жасалыну жолы present continuous'тың am is are жалғаулары, түбі етістігінің жалғаулары және ing жалғауы арқылы жасалынады деп айтқан болатынбыз. Мысалы, I'm driving a car, he is working, ол жұмыс істеп жатыр, they are doing және тағы басқа. Яғни іс-әрекет дәл қазір болып жатыр. Екіншісі, біз present continuous'ты қашан қолданамыз? Яғни біздің іс-әрекетіміз басталған, бірақ әлі де аяқталған жоқ. Яғни сол іс-әрекеттің ортасындамыз. Мысалы, please don't make so much noise. I'm trying to work. Өтінемін, қатты шу шығармашы, шуламашы немесе make noise, шу шығару, шулау. Мен жұмыс істеуге тырысып жатырмын. I'm trying to work. Немесе where is Mark? Mark қай жерде? He's having a shower. Ол душ қабылдап жатыр, душқа түсіп жатыр. Let's go out now. Кәнеки сыртқа шығайық. It isn't raining anymore. Жаңбыр жауып тұрған жоқ. Немесе how's your new job? Сенің жаңа жұмысың қалай? Are you enjoying it? Саған ұнап жатыр ма? Enjoy бұл ұнау, рахаттану, ләззат алу деген сияқты мағынаны білдіреді. What's all that noise? Мына шудың барлығы не? What's going on? Не болып жатыр? Немесе what's happening? Бұл да what's going on-ның баламасы ретінде қолдануға болады. Кейбір жағдайларда біздің іс-әрекетіміз дәл қазір болмауы мүмкін, бірақта өміріміздің жаңағы сол бір белгілі бір қысқа уақыт аралығында, белгілі бір уақыт аралығында созылыңқы істеп жатқан іс-әрекетіміз болуы мүмкін. Мысалы, мына картинаға назар аударайық. Бұл кісі телефонмен сөйлесіп жатыр досымен. Және досына телефонмен сөйлесіп жатып былай дейді. I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who... Мен қазір осы моментте дейді, at the moment, осы моментте, осы кездері, немесе шынымен де өте бір жақсы кітап оқып жатырмын. Ол бір ер адам туралы және ары қарай мәтіннің баяндайды. Бұл жерде мән береміз. Ол қазір кітап оқып жатқан жоқ. He's not reading a book at the moment. He is, яғни Стив екен есімі. Steve is talking to a friend. Ол досымен сөйлесіп жатыр, on the phone, телефон арқылы. Бірақ ол өзінің әңгімесінде present continuous қолданып тұр. I'm reading деп. Яғни дәл қазір кітапты оқып жатпаса да, осы кездері бір кітап оқып жүргенін айтып жатыр. Яғни қазақ тілінде де біз айтамыз, мен бір керемет кітап оқып жүрмін деп айтамыз. Дәл қазір оқып жатпасақ та, жалпы оқып жүрміз. Яғни ол бір іс-әрекетті бастаған және де оны әлі аяқтаған жоқ. Ол іс-әрекет созылыңқы. Тағы бір мысал. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Кейт Италияда жұмыс істегісі келеді, сондықтан ол итальянша үйреніп жүр. Мүмкін ол дәл қазір осыны айтып тұрған кезде итальянша үйреніп жатқан жоқ. Бірақ ол сондай бір созылыңқы іс-әрекетпен осы шақта айналысып жүр. Немесе тағы бір мысал. Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. Менің кейбір достарым өздерінің жаңа үйлерін салып жатыр. Are building, өздерінің үйлерін салып жатыр, тұрғызып жатыр немесе. Олар оны келесі жазға дейін аяқтаймыз деп үміттенеді. Міне бұл жерде де, бұл сөйлемді айтып тұрғанда олар сол моментте үй салып жатпауы мүмкін, бірақ жалпы қазір сондай бір созылыңқы процесс жүріп жатыр. Сондай-ақ біз present continuous пен бірге today, бүгін, this week, осы апта, this year, осы жыл деген сияқты периодтарды қолдануымыз мүмкін. Жаңағы now немесе at the moment-тің басқа, You're working hard today. Yes, I have a lot to do. Сен бүгін қатты жұмыс істеп жатырсың,
Иә, мен көп нәрсе істеуім керек деп жауап беріп тұр. Бұл жерде де міне present continuous қолданылады. Немесе the company I work for isn't doing so well this year. Мен жұмыс істеп жатқан компания биылғы жылы, иә, this year жақсы жұмыс істеп жатқан жоқ. Міне осындай. Келесі бір мәселе present continuous'ты біз қолданамыз бір нәрсе бір өзгеріске ұшырап жатқан кезде. Ондай жағдайларда көбінесе мына getting, becoming, starting, beginning, changing, improving, немесе increasing, rising, falling, growing деген сияқты етістіктер қолданылуы мүмкін. Аудармасы getting бұл бір нәрсеге айналу, becoming, орысша айтқанда становиться. Бір нәрсеге айналуды осы getting, becoming деп айтамыз. Немесе starting, beginning бұл бастау, бір нәрсенің басталу процесі, changing өзгеріске ұшырауы, improving алдыға жылжуы, increasing өсуі, rising ол да өсу деп аударылады, growing да өсу деп аударылады, ал falling керісінше құлау, құлдырау деген мағынаны білдіреді. Мысалдарға назар аударайық. Is your English getting better? Сенің ағылшын тілін жақсарып бара жатыр ма? Мән береміз. Сөйлем present continuous'та тұр. Does your English get better деп айтпаймыз. Is your English getting better? Gettingға becoming да қолдануға болады. Is your English becoming better деп айтуға да болады. Аудармасы айтып өткенде сенің ағылшын тілін жақсарып бара жатыр ма? Жақсы, better бұл good'тің салыстырмалы шырайдағы жақсырақ деген формасы. Тағы бір мысал, the population of the world is increasing very fast. Әлемдегі халық саны өте жылдам өсіп бара жатыр. Міне бұл да процесс. Өсіп бара жатыр. Өсуде, Немесе бұл жерде міне созылыңқы процесс көрсетіліп тұр, сондықтан present continuous, At first I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. Басында, алғашында, немесе мен өзімнің жұмысымды ұнатқан жоқпын. Бірақ қазір мен оны ұната бастадым. Міне, I'm starting to enjoy it now. Beginning мен алмастыруға да болады. I'm beginning to enjoy it now деп айтуға да болады. Міне осындай жағдайларда біз present continuous'тар қолданылады екен. Және әдеттегідей бұл кітапте exercises, яғни тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмаларды міндетті түрде орындау керек, тақырыпты қаншалықты меңгергеніңізді білу үшін. Және де осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін міндетті түрде жауаптармен тексеріп, қатемен жұмыс жасауды да ұмытпаңыздар. Сонымен біз present continuous бірінші юнитті аяқтадық. Пайдалы болды деген ойдамын. Wish you all the best. Thank you. Goodbye.